Assalamualaikum sizlarga bozorga keldim. Oy, rahmet, nesine evre buldun balama? Жақсы. Endi men sizlarga осы түркте туралы сұхбаттасайын деп келіп едім. Ал аға, менің есімім Бағдәулет болады. Мен Қызылорда қаласынан келіп отырмын. Мен осы өзім кішкентай кезімнен бастап осы Ақсқа түріктерге өте қатты қызығып бастаған едім. Сол себепті мен өзім жоба қорғап отырмын. Алда Жамбыл облысына республикалық турнирге бара жатырмын. Енді осыған орай мен сізге арнаған сұрақтарым бар, соған жауап берсеңіз. 1944 жылы осы Қазақстанға репрессиямен келгеннен кейін қандай қиыншылықтарға душар болдыңыздар? 44 жылы февраль айында қыс айы, осы ай ең ауыр қыс еді ол кезде. Біз ол кезде жоқпыз. Әкемнің айтуы бойынша өте көп қиыншылық көрген. Қардың астына жатқанда қазақ ағайындар қардың астынан шығарып, үйлеріне апарып, жылытып, тамағын беріп, шайын беріп, бір кусок нанды төртке бөліп жеген күндері де болған. Үш ағасы соғыста біреуі қайтыс болып, екеуі қайтып келді. Ол келгенше мен әкем 14 жасында өте көп қиыншылық көрген. 5 апа қарындастар деген қыздар ғой. Соларды бағып, асырап, әйтеуір киіндіріп, қазақ ағайындардың арқасымен Байшылық деген атамыз болды, Алма деген әжеміз болды, қойшы болды, қой болатын. Әйтеуір тамақтан қысылған жоқ олар ол кезде. 18 жасқа толғаннан кейін үйлендіріп, үй қып, бөлек шығарып, еншесін беріп, содан біз тарадық, ұрпақ болып. Содан 3 жасында Алма әжем бауырыма басып мені түйенің үстінде қой бағып жүрдік. Алып кетеді келіп үйден. Қойдың соңында жүреміз, сабақ содан қайтып тастайды. Сонымен мектеп бастадық, мектеп табалдырығына бардық, 7 жасымыздан бастап, содан мектепті оқыдық, не қылдық, әйтеуір бітірдік. Одан техникум бітірдік. Біздің кезімізде ондай қиыншылық болған жоқ. Әке-шешем ғой қиыншылық көрген. Қазақ ағайындарға рахмет. Бағып, қағып, осындай жағдайға келтірген қазақ ағайындар. Мен әкем айтатын, өзім ішкі істер бөлімінде қызмет еткесін. Айналайын балам, қазақ ағайындарға бір ауыр анауында неғылмаған. Қазақ ағайындарға тірек бол, олар бізге тірек болып, осындай жағдайға келтірді. Ашаршылық болды деп айтатын. Ашаршылықта барамыз, бір тапананды кезекпен көмеді ол кезде, тапамен жауып. Сонда бір тапананды 4-ке бөледі дейді. Мынаны апарып, қарындас апаларыңа бер, мынаны өздерің жеңдер деп бер жіберетін балам деп маған айтатын соны. Енді қазіргі таңда өз мәдениеттеріңізді сақтай алдыңыздар? Қазіргі таңда мысалы біз 11 ұлттың бірге өстік. Оның ішінде Қақаулы да бар, Шуашы да бар, Орысы да бар, Шешені де бар, Өзбегі де бар, Тәжігі де бар, 11 ұлт тұрды осы ауылда. Содан біздің мәдениетіміз ұлт айырған емеспіз. Кәдімгі бір ұлттай, мысалы түріктің үйіне бір қонақ келіп жатса бір жерден, сол үйде сол күні той болатын. Қазағы да 11 ұлттың бәрі сол жиналды сол үйге. Сол жерден тамағын ішеді, не алады, отырады, әңгімеседі, кәдімгі той сияқты өткізеді. Ал қазіргі таңда қай тілде сөйлеп жатсыздар? Қазіргі таңда мысалы үйім ішінде мысалы түркше сөйлеймін, қазақша сөйлеймін. Ал енді тағы бір сұрақ енді сіздерге. Болашақта Түркияға көшу, барып келу ойда бар ма? Түркияға осыдан 5 жыл бұрын барып келдім, 1 ай болып қайттым. Үлкен балам Түркияда тұрады. Себебі әке-шешем Түркияға көшіп кетті де, үлкен балам шалдың баласы болғасын, бірге еріп кетті. Сол қазір Түркияда тұрады, жағдайы жақсы, келіп тұрады. Жағдайлары
жаман емес, жақсы тұрады. Енді қазіргі таңда ас үйде түріктердің тамағын жасайсыздар ма немесе қазақтардың тамағын жасайсыздар? Жоқ, біз қазақша ет асамыз, кәдімгідей ет тамақ, түріктің пельмен, түркше хинкал дейді. Соны істейміз. Орыстың тамағында ішеміз, борщ жасаймыз, басқа яичный істеймін дейді, сол орысша оны да істейміз. Әйтеуір, бөліп жармаймыз. Бізді енді Құдай айырмаса адам айыра алмайды енді. Біз қазақ әндермен өте тығызбыз. Осы аға, асқа түріктері мен Түркиядағы түріктердің қандай айырмашылықтары бар деп ойлайсыз? Бәрі сол Түркияның түріктері ғой негізі. Былайша түпкірін есептесең, солай менің фамилиям қазір Даврушев қой. Былайша қарасаң Татаридзе деген ақсақалымыз болған. Үлкеніміз, түріктердің үлкені Татаридзе. Сол татар деген фамилияда қазір менің балам аяқ көшіп кетті. Өзі де, балдары да бәрін фамилиясын Даврушевті өзгертіп, Татаридзе деп, татар оғлы деп фамилия берген. Сол сияқты ешқандай айырмашылығы жоқ, просто тілдері біз енді былай қарасаң қазақша өстік, қазақ тілінде сөйледік, енді анаяқта бірақ орыс мектебін бітірдім. Сонда біз мысалы түркше сөйлеп отқан кезде арасына қазақ тілін қосып жібереміз. Оларда Еуропа ғой қанша дегенмен, сол өздерінің тілінен не қылмайды, өз тілімен сөйлейді. Мысалы оларда бізде мысалы сварка дейміз біз, орысша сварка ғой, оларда қайнатма дейді. Қайнатма. Сол айырмашылық, басқа айырмашылық ештеңесі жоқ. Мен алып келе жатқан кезде оқиғасының несі өлгендерді жолда лақтыра берген ғой. Мысалы вагон ішіне біреу өліп қалса, солдаттар алады да лақтырып жібереді. Сол кегесінде әйтеуір далада қалған әкеп қармақшының несіне түсірген айдалаға. Содан бұлар қаяққа барарын білмей, сол жел соғып тұр, желден қорғану үшін қалың дейді ол кезде. Осылай біз көрген жоқпыз, мынандай қар қалың, сол қардың несін ығына жатып, қазып, қардың ішінде жатқан жерінде келіп ат арбамен атпен шана ғой, шанаға тиеп, бәрімізді үйлерін алып келді, қазақ ағайындар дейді, осы ауылдың адамдары бар, дроңғар бар, сол ауылдағылар бөліп алған. Сондай оқиғаларды көрген, мен әкем қиыншылықты көп көрген ғой. Содан мал баққан, механизатор болған, 62-ші жылы Қонаев Мұхаммед бірінші секретар, сол кісі 62-де келгенде мен 10 жастамын. Сонда ешкімде мынандай шифрлы там жоқ, мында шифрлы там салып берді мен әкеме. Заслуженный механизатор деп там салып берді. Одан астына машина берді. Дін Мұхаммед президент. Осы кезде президент қой, бірінші секретар. Қазір немереме Дін Мұхаммед деп ат қойдым. Көкемізді көмегі көп қойдым. Гаражын салдырып, бәрін салдырып, бәрін істеп берді. Рахмет ол кісіге, иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын. Я Құдайың оңдасын, еш жамандық болмасын. Баратқан жолдарың ашық болсын. Барған жерлеріңде жақсы болыңдар. Сұхбаттасатын болсаңдар, осылай мен сияқты адам кездесіп сұхбатын беріп, несін берсең, оқып, алым болыңдар. Қазақстан елінде президент болуларыңға тілектеспін. Тура жоқтығын ол кезде. Шифрді кейінен осы шамалды цивилизация кіргеннен кейін шифрлай бастады. Біздің кезімде шифр жоқ, дым жоқ. Осындай үйде тұрдық. Осындай үйде өстік. Айтым ғой, ол кешсе көмір жоқ, отын жоқ, қамыс жағатымыз. Біз бала кезімізде. Қамысты баулап алып келеді, бір адам пештің қасында отырады, сөнгенше, сөндірмейді, сөнсе суиды. Ауылда мысалы 5 қазақтың қасына бір түрік келсе, олар бәрі қазақша сөйлейді. 5 түріктің қасына бір қазақ келсе, түрікше сөйлейді, кәрісше сөйлейді. Сондай біз ауызбіршілігіміз мол, жақсылап тұрдық.
bölüngen jokpuz. Шақырушы бармаған болса да келе береді.